Шығыс Қазақстан облысы Шыманайға ауданы Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Марақбаева Айнагүл Әлімбековна, қазақ тілі 1-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сәлеметсіздер. Бүгін күн тамаша. Мен керемет жанмын. Мен керемет жанмын. Рахмет. Жақсы балалар, отырамыз. Отыра қойыңдар. Балалар, қазір мен сендерге сұрақ қоям, сендер жауап бересіңдер. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Айта ғой. Жақсы. Сенің атың кім? Жақсы. Сенің атың кім? Жақсы. Келесі сұрақ. Сенің тегін кім? Айта ғой, Тілек. Жақсы. Сапар, сенің тегін кім? Жақсы. Аяулым, сенің тегін кім? Жақсы. Келесі сұрақ. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сен нешінші сыныпта оқисың, Данил? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Жақсы. Тілек? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Никита? Мен 1-ші сыныпта оқимын. Жақсы. Ал енді, алқанеки балалар, қазір біз сөз жұмбақ шешеміз. Сөз жұмбақ арқылы біз жаңа сабақтың тақырыбын анықтаймыз. Ал балалар, қанеки, айта қойыңдар. Жолты деген сөздің аудармасын кім айтады? Қолымызды көтереміз. Жолты дегеннің аудармасы қандай? Тілек? Сары. Жақсы. Келесі, мой. Кім айтады? Кім айтады? Мой. Кім айтады? Мой. Тілек? Менің. Жақсы. Келесі, друг. Кім айтады ғани? Қолын көтереміз. Қолындарын көтеріңдер, поднимайте руки. Айта ғой. Дос. Жақсы. Так, мама. Аяулым. Ана. Корова. Корова қалай? Как переводится? Қалай аударады? Корованы? Тілек? Қалай? Сиыр. Жақсы. Сонымен қандай сөз шықты? Кім айтады? Қандай сөз шықты? Қандай сөз шықты? Кім айтады ғане? Кім оқиды ғане? Қандай сөз шықты сонымен? Қолдарын көтеріңдер. Полина? Анда. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы андар, звери. Кім айтады балалар? Қандай андарды білесіңдер? Қане, кім айтады? Қандай андарды білесіңдер? Тілек? Қандай андарды білесіңдер? Айта ғой. Маймыл. Жақсы. Тағы да кім айтады? Аяулым? Айта ғой. Қасқыр. Жақсы. Тағы кім айтады? Айта ғой. Вероника? Аю. Айта ғой. Алиша? Қасқыр. Қоян. Данил? Жақсы балалар. Жақсы. Балалар, бүгін біз жаңа сөздермен танысамыз. Керік, жираф, кірпі, еж, арыстан, лев, аю, медведь, қоян, заяц, қасқыр, вол, түлкі, лиса, піл, слон. Мен оқимын, сендер менен қайталаңдар. Повторите за мной. Керік, жираф, кірпі, еж, арыстан, лев, аю, медведь, қоян, заяц, қасқыр, волк, түлкі, лиса, піл, слон. Жақсы балалар. Кім оқиды ғане? Кім оқиды? Кто прочитает? Кім оқиды? Айта ғой, Данил. Оқи ғой. Керік, жираф. Жақсы. Келесі. Дальше. Оқы келесі. Кірпі, боз, арыстан, аю, медведь. Тағы да? Мария? Қоян, заяц, қасқыр, волк, түлкі, лиса, піл, слон. Жақсы балалар, жақсы. Енді балалар, келесі. Қазір біз сөз жұмбақ шешеміз. Сөз жұмбақты шешпеш бұрын біз 1-ден 10-ға дейін кім санайды ғане? От 1 до 10 кто посчитает мне? Я. Вероника? Жақсы. Аяулым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Полина? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Жақсы. Енді ары қарай 10-нан 20-ға дейін кім санайды? 10-нан 20-ға дейін кім санайды, Тілек? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жақсы. Данил? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Милана? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жақсы. Енді балалар. Мен оқимын, сендер тыңдаңдар. Мынау керік, мынау піл. Неше керік, неше піл. Кім айтады? Неше керік? Кім айтады? Қане қолдарымыз көтереміз. Кім айтады? Айта ғой. Алема, неше керік? 2 керік. А неше піл? Неше піл? 1 піл. Жақсы. Келесі жұмбақ. Мынау түлкі, мынау түлкі, мынау кірпі. Неше түлкі, неше кірпі. Неше түлкі кім айтады? Неше түлкі? Burada 1 түлкі. Неше кірпі? 3 кірпі. Жақсы балалар. Сөз жұмбақты шешті. Келесі балалар тапсырма. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Орны ауыстырылып, берілген әріптермен сөз құрастырамыз балалар. Сөз құрастырамыз. Бірінші қандай сөз шығады, қане кім айтады? Қандай сөз шығады, Данил? Піл. Піл дегенді қалай аударамыз? Қалай аударамыз? Піл. Как переводится піл? Рада. Слон. Жақсы. Келесі. Аю. Аю дегенді қалай аударамыз? Как переводится аю? Медведь. Жақсы. Келесі. Кім айтады қане? Айта ғой, Данил. Керік. Керік дегенді қалай аударамыз? Керік дегенді? Алема. Жырақ. Жақсы. Келесі. Келесі. Қандай? Келесі міне. Үшіншіні. Біз 4-шіні айттық. Келесі. Кім айтады? Аяулым. Дамир? Керікті айттық. Қандай сөз шығады? Қане кім айтады? Алема. Келесі. Қарандаш дұрыстап, қандай сөз шығады? Кірпі дегенді қалай аударамыз? Ёж. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Екі бағандағы буындарды сызбамен сәйкестіреміз. Надо найти соответствие этих слов. Бірінші қандай болады? Кім айтады? Данил? Керік. Дұрыс. Екінші. Кім айтады қане? Айта ғой, аяулым. Түлкі. Үшіншісі. Кім айтады үшіншіні? Данил. Қоян. Келесі. Қасқыр. Қасқыр емес. Келесі қандай болады? Арыстан. Аңдар. Қас. Аяулым. Қасқыр. Жақсы балалар. Сонымен балалар, бүгін қандай тақырып өтті? Кім айтады? Тілек. Какую тему мы сегодня прошли? Аңдар. Қандай аңдарды білесіңдер? Кім атайды? Қандай аңдарды білесіңдер? Назовитесь. Қандай аңдарды білесіңдер? Кім айтады? Айта ғой. Керік. Жақсы. Тағы кім? Кірпі. Тағы да? Рада. Арыстан. Жақсы балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті ме? Бүгін сабақ сендерге ұнады ма? Жақсы. Сабақ аяқталды. Тұрамыз сестер. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Сау болыңыз.